Әкедегі мен үшін белгісіз адам. Бірақ балдарым жылады, қыздарым жылады. Біздің жолымыз кеспең шыға деді. Папа деді. Ең қауіпті өзінің ұлттық болмысын сату, сатқынды жасау. Сен менен оздың, мен саған бір үйден екі үйге ақын шықпай қойсын деді. Жүріп батасын бердім маған, өзі қайтыс болып кетті. Кейде бір қиянат көрген кезде бар ғой, әділдік ауыздан түспейді ол. Жоқ қой. Мен оны ойыма алмаймын. Берсе жоқ демеймін. Берсе бере берсін, өліп баратқан кезде де бере берсін. Бірақ бермейді ғой. Дәл қазір Қазақты көріп айта алмаймын мен. Дәл қазір Қазақты көріп айта алмаймын. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Менің жаңа 3 мезгіл тамақ ішем, жақсылап ұйықтаймын, ұйқымды қандырам. Сонсың денім сау болса, көңілім шақ болса, неге өз мына бөлмем бар, үй ішіне үй тікін. Соған барамдан кешеге қалған пьесамның жалғасын жазамын, әйтпесе өлең жазамын, әйтпесе кітап оқимын. Мен кітапханаға кіріп көрсең, сонда оқитын нәрселерім көп. Әйтеуір уақыттың қалай өткенін білмей қаламын. Ол кейде өлең жазылады, кейде драма жазылады. Кейде жазған дүнием қайтадан оқитын кезім бар. Бірақ менде тыным жоқ. Қолым бос болып, екі аяғым бос болып болмайды ол. Әкедегі мен үшін белгісіз адам. Бірақ әкеден туғаным рас, апам айту бойынша, анамның айту бойынша. Айтып отырмын ғой, мен 2 жасында кеткен. 2 жасында осы кеткен. Ол кісі не болған? Ұста болған. Киім ұстасы бар ғой, мәсі кебіс деген болған сол кезде. Сөйтіп, бір ауылды асыраған адам. Мәсі кебіспен асыраған. Базарға бараттаған өзбек ағайындар ғой. Өзбектер ағайындар осынға дейін мәсі кебіс киеді, мысалы. Ол кісі өзі шығып базарға шығарғанда, содан алып тұрып, терсегін алып тұрып. Бірақ ұста болған. Ол кісі ненің ұстасы жаңа, етік киім. Мен сөзінің ұстасымын, айырмай сол ғана. Мен сөзінің ұстадым, Құдайға шүкір. Ал анам ақын болған. Мен үшін ана ғой. Анам, менің туған анам, бірақ анам бар менің өмірде. Бірақ жан жақты болған. Оқымаса да су салма болған. Келін болып түседі ғой ауылға, біздің ауыл. Сонда қайнағаларым мен қайнаталарым айтса, ойбай мына Айткүлдің бет жаман екен деп тұра қашатын болған. Арқан еседі ғой, арқан еседі. Сол кезде қайнылар келін айтса деген. Ол кісі айтыскер болған, керемет ескер болған. Маған кейде айтқаны бар. Мен мына 4 бала алып келдім дейді, 4 бала. Менің алдымдағы Исмаил деген ағам болған. Ол кейін бар маған бәрін тапсырды. Сен менен оздың, мен саған бір үйден екі үйге ақын шықпай қойсын деді. Жүріп батасын бердім маған, Исмаил, өзі қайтыс болып кетті. Ал енді басқалар емес. Сонда маған жұққаны мынау ақындық қой, анамның ақындық. Сосын әділдік, адалдық. Ол әділдік, ол енді кейде айтуға тура келеді. Кейде мына қиянат көрген кезде бар ғой, әділдік ауыздан түспейді ол. Мына қиянат көрген кезде. Бірақ мен мүмкіндікше айтпауға тырысамын. Бірақ соған әділ болғым келеді. Мен әңгіме сонда. Біреудің жаңа бір несін тиын пенен ондай менде жоқ. Біреу жамандаған адам емессің. Енді ол шешемге дейін осылай келсем, енді ары қарай не деймін, неге мен Құдай ұрып қалу керек, мысалы біреуге тиын. Бәрі ішімде сақтаймын, ішімде өлтірем кейде. Мен өйтпесем өмір сүре алмас едім. Құдайға шүкір, Алланың алдында адалмын. Біреуге қиянат жасаған адам емеспін. Мен Құдайға шүкір, ол неге мен бас пайдау үшін басым салым керек? Басым менің жалғыз ғой. Исраил Сапарбай жалғыз ғана. Мен үнденбей қала алмаймын. Ол шынымен ұлт мүддесіне қиянат болса, және ол қиянат кім жасап жүр? Енді ол еден іздемеймін, бірақ жоғылып қалса, ол еден аямаймын бірақ. Қазақ деген халық деген ұлы халық қой, Құдайым. Ұлы халыққа сен жеке болып кімсің сен? Батырды өтеді, бақырды өтеді, басқа да өтеді ғой. Мен мысалы қазір 80-ге келіп отырмын ғой. Мен осы 15 майда 80-ге толамын, 81-ге толамын. Мен осыған жасалмаған қиянатын мен енді не басқарып, не жетпейді маған?
Сол осы қалай тусам, анамнан қалай анамның үстінде ақ болса болды. Оны менің жолдастарымнан сұрауға болады. Бірақ өте қаталмын. Мына қиянатқа принцип өте қаталмын. Ең қауіпті өзінің ұлттық болмысын сатқынды жасау. Біздің бойымыздағы батырлық, ақындық, тазалық деген ұғым бар, қазақ деген халықтың бірте-бірте кетіп баратыр. Өйткені біз мына саудагерге болдық, мына өзбектен алып жатырмыз, орыстан алып жатырмыз, өзіміздің ұлттық менталитетіміз бар ғой, ұлттық болмысымыз кетіп баратыр. Ұлттық қазақ деген ұлттық болмысымыз бар ғой. Бірте-бірте кетіп баратыр. Осы өкінішті. Менің айтатыным бар ғой, шындығын айтайын да, оған неге байланысты? Патшаға байланысты. Патшаға байланысты. Біз патшаны тыңдап өткен, ұлыны тыңдап өткен адамбыз. Бірақ патша қандай болса, ол парман сонда, бұйрық сонда, бедел сонда, абырой сонда. Мен мына 30 жылғанымды мен қанжылаймын. Мен білмейтін президент деген мақала жаздым. Соған бала-шағам жылады ғой, папа бермеңші деді. Мына біздің ойласаңыз деді. Мен білмейтін президент деген. Анағанда, мынағанда жазып отырмын. Егер тек қана өзімді ойласам бар ғой, мен соны қашан бір газетке берерім. Бірақ балдарым жылады, қыздарым жылады. Біздің жолымыз кеспеңші аға деді. Папа деді. Мен өзім жан жүрсем, балдарым бар екен, қыздарым бар екен. Біздің жолымыз кеспеңші деді. Зая кеткеннен бұрын зиян болды. Ұлттық менталитетіміз, ұлттық болмысымыздан, ұлттық қанымыздан жоғалды, көп нәрсені жоғалдық. Жоқ қой. Мен оны ойымай алмаймын. Берсе жоқ демеймін. Берсе бере берсін. Өліп баратқан кезде де бере берсін. Бірақ бермейді ғой. Бермейді ғой. Мен бейшарамен алақан жаймаймын. Мен анаған бармаймын, мысалы, менеге бармаймын, мысалы, газетке жазбаймын. Анау алып қой, мен неғып жүрмін. Құдай одан сақтасын. Маған менің атағым үлкен атақ қой, Құдай, өзің ойлашы. Ақындық, композиторлық және драматургия. Осы шу кім мысалы? Ойлап қарады. Осы шуден кейін мен енді тойымсыз болам ғой. Таған анан етсін. Жетеді маған осы. Осы шуын ақтай алсам, шуын қатар жазып жатыр мен қазір. Міне, оның бағасы қашан болады? Халық бағасын береді. Егер халық болса, бағалаушы болса. Енді зиялы қауым деген, ол енді тұтас жоқ қой. Білімді бар, білімді, бірақ зиялы болым. Зиялы деген, білімді менен зиялының екеуінің арасы қайда? Зиялы қауым деген ол интеллектуалды адам ол. Ол Аллаға жақын адам ол, мысалы. Абайды қалай зиялы деймін? Ол данышпан ғой, ол данышпан ғой. Қолайды беріп отырғым. Оқығың менен сен зиялы бола алмайсың. Сенің зиялы деген сенің мінез құлқында, болмысыңда, сенің пейіліңде. Көрдің бе? Біз мына руға бөлініп кеттік мысалда. Зиялы қауым деген әшейін далбаса қалды мысалы. Міне. Анау зиялы мынау деп айта алмайды. Зиялы қауым деген жалпы ол ат қалды. Бірақ нағыз зиялы қауым өте сирек. Мен өзім зиялы деп айта алмаймын. Менде кемшілік көп мысалы. Ол тұтас халыққа айта алмайсың ақылда. Ол халық деген миллион ғой. Сен жекесің. Қалай айтасың мысалы? Айта алмайсың ештеңе. Ол үшін данышпан болу керек. Абайдай данышпан болу керек. Әңгіме сонда. Халыққа, тұтас халыққа ақыл айту деген қайда? Ол ақымақ қой. Ол енді әрине ашалдан қорқасын. Мен 80-ге отырмын. Бүгін мысалы мен сайрап отырмын. Ертең кетіп қаламын. Бірақ көкірегімде көп арман бар. Дәл қазір қазақты көріп айта алмаймын мен. Дәл қазір қазақты көріп айта алмаймын. Бізге ішімізге жын кіріп кетті. Пендешілік кіріп кетті. Қазақы болмысы бар, өр болмысымыз, намысты болмысымыз, арлы болмысымыз ұмытылып қалып барады. Осы өкінішті. Ол енді қазақ ояу деп халық мүлгіп отыр ғой. Таза халық мүлгіп жүреді. Ояу деген ол не бар? Саналы адам. Ақылды, саналы болуың керек. Саналы адам бар ғой, ұйықтап жатырыпты да
шырт ойнады. Карл Маркс айтқан, адамды тұрмыс билейді деген. О, Карл Маркс айтып кеткен. Адамды тұрмыс билейді. Сен тұрмысың нашар болса, әрине сен амал жоқ соған жегілесің ғой. Ішінен айтуы мүмкін. Ой, мен адам... Бірақ Маркстың даналығы адамды тұрмысқа байланысты ол. Не ме? Ал мен тұтас қазақты ол ояу деп айта алмаймын қалай. Ол жалпы ұғым ғой. Ол қазақ деген ұлан ғар жалпы, бәленбай миллион. Ең құрғанда 20 миллион бармыз қазақ, Құдайға шүкір, санақ бойынша. Мен енді қазақ осындай мұнын демен қалай, мен танышыман соғы болмайым маған. Қазақты ояту үшін ол енді ғой, көп оқу керек. Көп оқу керек. Мысалы мен Мағжанның, Абайдың, Әбіштің айтқанын қайталарым. Өте дұрыс айтып отыр деп. Сен оқы деп айтарым. Егер оқиым, білем дегенге оқу керек, көп оқу керек кітапты. Мен айтқан сөзді жазылып тұр. Сен алдағы ойында кітапханаң болса алдағы оқы, білесің.